Жайна жұмыстан келген соң тамағын жылытып, бірақ оның дәмін де сезбестен тез-тез ішті де сүйікті сериалын қосты. Көзі теледидарда болғанымен, көңілі алаңдай бергесін өзін бірдеңемен алдартпақ болып, тамақтан босаған 2-3 ыдысты ыдыс жуатын мәшинеге салды. Еденді өзі тазалап жуып шығатын соңғы үлгідегі шаңсорғышты қосып, күйеуінің күйіп тұрған киімін әкеліп, қырын шығарып үтіктеп шықты. Теп-тегіс болып жазылып, өңі кірген жейде де, шалбар да сапалы матадан тігілген. Атақты фирманікі болатын. Әйел күйеуінің киімді жақсы таңдайтынына тағы бір рет көзі жетіп, ішінен оның талғамына сүйсінді. Күйеуі туралы ойлаған сайын көңілі күпті болып, телефонын алып, жаным деп сақталған номерді терді. Телефон жабық. Осымен 8-ші рет. Не ойларын білмей күрсініп жіберді. Аман болса жарар еді. Жол апаты болды ма? Ауырып қалды ма? Деген сияқты ойына келген неше түрлі ойларды шамасы жеткенше қуып тастаумен болды. Әлде жолда телефонның қуаты таусылып қалды ма екен? Бірде ондай жағдай болған. Сол кезде көңіліне уайым берген Жайна 100 шаршы метрден асатын кең пәтеріне симай, аяқ астынан мазасы қашып, егбірсізденіп кеткен еді. Бірақ артынша жүзі жадыраған күйеуінің қолына үлкен әдемі гүл шоғын ұстап кіріп келе жатқанын көріп барып, көңілі орнына түскен. Ол кезде күйеуі беделді құрылыс компаниясының бастығымен келіссөзде болып, артынша алысқа демалуға барғанын, ал ол жерде байланыс болмағанын айтқан еді. Ал енді ше? Жайна күйеуінің кең маңдайлы, қыр мұрынды ақсары жүзін елестетті. Сол кезде мұның құлағының түбінен жылы демін үрлей айтатын жаным деген сөзін естігендей. Ол сөз мұның жанын шынымен де бір сәтте жылытып жібергендей болды. Осыдан 5 күн бұрын күйеуі, жаным, мен аяқ астынан Омскіге кетіп барамын. Сол жақтағы жігіттер құрылыс фирмасын ашқан екен. Өткенде айтып едім ғой. Жаңа коттедждің құрылысына тапсырыс беріпті. Оның жобасын мен ұсынамын. Барамын да келемін деген болатын. Күйеуінің жаңа бір коттедждің сызбасын жасап жүргенін білетін. Тіпті бітпеген құрылыстың суреттерінде көрсеткен. Жайна одан осынау 3 теңгелік коттедж қай қалада деп сұрамапты. Жалғыз ұйықтауға қорқсаң құрбыңды шақыр. Мені түсіңде көруді ұмытпа. Сені сағынатын боламын жаным. Суық су ішпе, әйтпесе өткендегідей тамағыңды ұстап қалады. Қатты шаршама, өзіңді күт жаным, деген күйеуі қамқор дауыспен. Жайна оған сәт сапар тілеп қала берді. Көптен жұмыссыз жүрген күйеуіне ақыры жөнді кәсіп табылғанына қуанғандай да болған. Рас, күйеуі қырып ақша таппайтын. Оның себебі де түсінікті. Бұрынғы пәтер жөндейтін бригадасы тарап кеткен. Қазір елде дағдарыс. Бұрынғыдай зәулім сәулетті жеке үй салушыларда азайған. Бірақ өзінің табысы мол болғандықтан Жайна оған неге мол ақша таппайсың деп жатпайтын. Ол үшін қасында күйеуі болса болды. Ол ертеңгі жұмысқа киімін дайындап жатқан кезінде де, төсекке жатқанда да күйеуі туралы ойлаумен болды. Телефоны неге жабық? 5 күн болды, бір ретте сөйлескен жоқ. Егер бір жағдай болса, қайда, кімге хабарласпақ? Жетім өстім деген жігіттің туыстары жоғын білетін. Бастапқыда жігіттің ешкімі жоқ болғаны бұған ұнамды көрінген. Ұбап шуап келіп жататын туыс туғаны болмағаны жақсы емес пе деп құрбыларда қостаған. Өзінің де жасы 45-тен асқанда сын таққыш, мін тапқыш қайнағалар мен абысындарға келін болып шәй құймайтынына ішінен қуанғанда бар. Жасы 40-тан асса да жүзіне әжім ою салып үлгермеген. Өз жасынан әлдеқайда жас көрінетін. Қимылы кербез Жайнаның 5 күні жұмыспен өтетінде, демалыс күндері кейде құрбылармен кездесетін. Кейде киноға баратын. Рас, баяғыда бір жігітті ұнатқан. Бірақ ауылдың жігіті қалаға үйренген қыздың бәрібір ауылға келіп, мұның әке шешесінің дәрет суын жылытып отыратынына сенбеді ме, көршісінің қызына үйленіп тынған. Бастапқы жылдары сүйіктісінің бұны көзімен аймалайтын кейпі көз алдынан көлбеңдеп кетпей, кейде түсіне кіруші еді. Ер адамды естен тандырар сиқыр болмаса да,
бойынан сүйкімі табылатын Жайнаға сөз салушылар болғанымен, бірді сүйген жүрегі ешкімді көңіліне жақындатпады. Осылайша бірыңғай бір сарынды күндер кешіп жатқанда 40-тан асып кетіпті. Баяғы сағынышы да тозды. Астанаға бауыр басты. Жағдайы ешкімнен кем емес. Жылына 2 рет шетелге барып демалып келетін күндеріне өзінің де еш өкпесі жоқтай көрінген. Ақшаның соңына түсейін демеген, бірақ оның басқа ермегі де жоқ еді. Үлкен компанияның жай есепшісі болып бастаған, әр есеп қисабына мұқият, жұмысын тап тұйнақтай қылатын маманды компания басшысы бағалады. Қызметі өсті. Қара басынан артылғанын жинап, қажетіне пайдаланатын. Әуелі бір пәтер сатып алды. Арада бірнеше жыл өткенде екінші пәтердің иесі болды. Балам да жоқ, бұл кімге қалады дегенді ойлағысы да келмейтін. Бауырының бір қызын бауырыма бассам, кейін соған қалдырамын деп ойлауын ойлағанымен, бұған да тәуекелі жетер емес. Бұл заманда күйеуі шықпаған әйелдің қадірі кеміп, басы төмендемейді. Құрбыларының арасында осының өзін рахат құмыр деп есептейтіндері бар. Бірақ бәрібір Жайнаға бірдеңе жетпей тұратын. Бұл ыстық құшақ аңсағаннан бөлек бір сезім еді. Ол өзін жақсы көретін адамның жанарынан, жүрегінен бір жылдық сезінгісі келетін. Сөйтіп жүргенде Алекті кездестірді. Жақын танысқаннан бастап араларында ешбір тосаңдық болмаған. Рас, бастапқыда өзінен бір талай жас кішілігі бар жігіттің кеудесін итермесе, арты ыңғайсыздау шыңға айналар да, өзін сыртынан сөз қылушылар да табылар деп именген. Бірақ өз ішінде кезек арпалысқан ұялыстан ба, сенімсіздіктен бе, екі ұдай сезім шарпысып жататын. Кездескен сайын ынтызарлығы байқалатын жігіттің жанарының оты өртей жазайтын. Жігіттің өзіне құмарта қараған қой көздерінің тұңғиығынан әлде бір жарқ-жұрқ еткен құйынды көретін. Сол кезде бұл да күлмеңдеп, 19-дағы болмаса да жас кезіндей алабұртып, өзінен өзі жасарып кеткендей болып, бұның да көзінен жалын ұшқындай түсетін. Осы кезден бастап Жайна өзгерді. Жұмыстың жетегінде жүріп, жанына еш қуаныш сыйламай, із-түзсіз өте шыққан күндердің өтеуін қайтарғысы келгендей, Алекті бір ғаламат сезіммен жақсы көре түсті. Сөйтіп бас қосты. Бір-біріне құмарта қараған көздердің тұңғиығында жарқ-жұрқ етіп, қызғылт құйын ұшқындайды. Сол кезден бастап Жайнаның жанына жаз орнаған. Жаз орнағаны ғой, бұрынғыдай емес, көңілінің қошы келіп, жайраң қағып жүретін болған. Кеште жұмыстан асығып жетіп, кешкі ас әзірлейді. Жас күйеуі әңгіме айтса, басын әнтек қисайтып, арманына жеткен адамның кейпімен үйіп тыңдап отырады. Бұрыннан да өз жасынан әлде қайда жас көрінетін келіншектің шырайы кіре түсті. Әйелдің көп жас үлкендігі бір қарағанда біліне қоймайтын. Тіпті білінсе де жігіттің сынын бұзбайтындай. Басында құрбылары бұлардың некесіне күмәнмен қараған. Дегенмен Алик өзінің жұмсақ мінезімен мұның құрбыларының көңілінен шықты. Ежелгі тарихтан, философиядан айтқан әңгімелері жігіттің дүние танымының өзгеше екенін аңғартатын. Оның әр нәрседен хабары барын көзі ашық әйелдер бірден жоғары бағалады. Алик Жайнаны қалай сыйлайды десеңші. Оның ыстық демі, үзілдіре айтқан сөздері 40-тан асқан әйелдің сезім күйіне айрықша әсер қосқан. Жайнаның туған күніне орай жайылған дастархан үстінде Жайна қайра еске түсірген сайын жымиятын бір оқиға болды. «Жаным», деді орнынан көтерілген Алик аздап толқи сөйлеп. «Бүгінгі сенің туған күніңде не тілеймін? Әрине бақыт тілеймін. Мен үшін бақыт деген сенің күлкің, сенің жанарың. Бақыт деген екеуміз. Маған сен осылай қасымда жүрсең болды». Осылай дегенде жігіттің жанарына жас келгендей болды. Жоқ, Алик емес, Жайнаның көз алды еді бұлдырап кеткен. Осылайша шын сезімнің тілі ағытылды. Ол қызыл түсті қобдишаны ашып, ішінен қымбат бағалы сақинаны шығарғанда, Жайнаның жасы мөлт ете түсіп, сұлу сезімнің отына шарпылған жүрегі 18-дегі кезіндей алабұртқан ай. Алик сүйіктісін биге шақырды. Келіншегін барынша
қадірлейтінін көрсетіп, қолынан аялай ұстап, жеп-жеңіл қозғалып билеген кезде жанарын Жайнадан айырмаған. Сол күні 2 жыл ішінде күйеуінен сезінген махаббаты кеудесін шексіз шаттыққа толтырып жібергендей, Жайнаның бір орында отырғысы келмеді. Ортаға шығып билей берді. Туған күнге келген құрбылары бір-біріне қарайды. Құрбымыз деп жүрсе де, 28 жасар жігіттің 47-дегі әйелді соншама құлай жақсы көргенін түсіне алмай қарағандарын байқаса да, Жайна мән бермеді. Күздің қоңыр салқын бір күнінде полицияға қоңырау түсті. Қоңыраудың ар жағынан әйелдің уайымға толы дауысы естілді. Бұл полиция ма? Капитан жігеріп тыңдап тұр. Менің күйеуім осы айдың 9 күні Омскіге кеткен болатын. Кеткен күні жолдамын деп бір рет айтты да, телефоны байланыстан тыс жерде болды. Ал 11 күні бейтаныс біреу хабарласып, күйеуімнің уақытша тергеу бөлімінде екенін айтты. Мән-жайды анықтамақ болып, ол нөмерге қайтадан телефон шалсам, жабық тұрды. Артынан күйеуімнің өзі хабарласты. Өткенде айтқан құрылыс фирмасына қатысты бір түсініксіз жағдай болды. Бірақ сен уайымдама, 13 күні тергеушінің бастығы жәбірленуші жақпен сөйлеседі. Бәрі дұрыс болса, хабарласамын дейді де телефонды қойып тастады. Не жағдай? Қайдағы жәбірленуші? 16 күні телефоным қайта шырылдады. Өзін адвокатпын деп таныстырған бір кісі істің тергеуге кеткенін, ал өзі менің күйеуіме адвокат болатынын айтты. Кешіріңіз, сіздің аты жөніңіз кім? Сіз бөлімшеге келіп, мән-жайды дұрыстап айтсаңыз жақсы болар еді. Әйел сол күні бөлімшеге келді. Ертеңгі күні сіздің күйеуіңіздің адвокатымын деген сол жігіт менен 1 миллион теңгені қашан төлейтінімді сұрады. Ол соманы қайда жіберуіңіз керек еді? Ол маған осы номерде Каспий байлаулы, осыған жіберерсіз деп бір номер жіберді. Бизнестегі шаруаларды шешуге 1 миллион деген көп ақша емес қой. Бірақ менің әуелі күйеуімен сөйлесіп алғым келді. Бірақ анау адвокат шыдамсыз екен. Қайта-қайта телефон шалып, қайта-қайта хабарлама жіберді. Сонымен күйеуіңізбен сөйлестіңіз бе? Мен күйеуіммен сөйлесуім керек дегенге, ол сезудағылармен келісіп көрермін дегендей болған. Бірақ сол күйі сөйлесудің рет шықпады. Менің электронды поштама қылмыстық іс қозғау туралы қаулымен күйеуімді іздестіруге қатысты ориентировка келді. Артынша адвокаттық қызмет көрсетуге қатысты келісімшартпен өзінің қызметтік куәлігінің көшірмесінде жіберіп, жақында істі сотқа жіберетінін, ал егер мен қызмет ақысын төлемейтін болсам, онда менің күйеуімді қорғай алмайтынын айтты. Ол сіздің поштаңызды қайдан біледі? Өзі сұрағасын бердім ғой. Сонымен ақшаны төледіңіз бе? Иә, ол тезірек қорғауға кіріспесе, іс созылып кетеді дегесін 1 миллионды төлеп жібердім. Бір кезде адвокат қайта байланысқа шығып, тағы 200 мың керек екендігін айтты. Адвокаттан күйеуімен сөйлестіру туралы тағы өтініп сұрадым. Ол келісіп көремін деді де қайтадан жоғалып кетті. Қайта-қайта номерін теріп көремін. Телефон жабық. Күйеуімнің номері де жабық. Не жағдай болуы мүмкін? Меніңше күйеуімді серіктестері әдейі жұмыс бар деп алдап шақырып алып, бір пәле жабайын деп отырма деймін. Әйтпесе осыған дейін мұндай оқиға да күйеуімнің ақша сұраған кезде болған емес. Күйеуіңіздің аты жөні құжатының көшірмесі бар ма? Иә, қазір мінекей. Алик 3 өзбек жігітімен пәтерлерге жөндеу жұмысын жасап жүрді. Дұрысында жөндеуді басқалар жасайтын, ал Алик тапсырыс берушіні табатын. Шетелдік мигранттардың еңбек шарты бойынша құжаттарында реттеп жүретін болғасын, шағын бригаданы өзі басқарды. Кезекті тапсырысты бітіре келгенде бір әйел хабарласты. Хабарландыру бойынша телефон шалған әйелдің пәтері қаланың сол жағалауындағы ең қымбат жерде екен. Бағасын келісіп, құрылысшылар ылдым-жылдым қимылдап, 2 ай ішінде 3 бөлмелі пәтерді қатырып жөндеп берді. Алик үй иесіне жөндеу жұмысына осындай зат алу керек деп қоңырау шалады. Әйел сол бойда керек ақшасын салады. Майда тиын-тебенің есебін шығарып тықақтамайды. Оның үстіне Аликтің үйді безендіруге қатысты ой ұсыныстар да
тапсырыс берушінің көңілінен шықты. Алик оның бар уақытын қызметке арнайтын ақшалы жалғызбасты әйел екенін байқады. Оны қазақы әдеппен әпке демей атымен атады. Әйел бастапқыда тек жөндеу жұмысына қатысты ғана қысқа сөйлескенімен, жігіттің үнемі ізет білдіріп тұратынын, тәрбиелігін, өз жұмысына мұқият қарайтынын байқап, жылы сөйлесетін болды. Жөндеу аяқталатын кезде келіп жетті. Осы күні Алик Жайнаны шайға шақырды. «Жайна, сізге рахмет. Бізбен жақсы есептестіңіз. Жігіттер риза. Енді мен сізді шайға шақырсам деп едім». «Шайға деймісіз? Не үшін?» «Тапсырыс берушілер арасында сіздей жақсы адамдар кездесе бермейді. Енді қайтып кездесеміз бе, жоқ па?» Жұмысымен, жай адамша сөйлесіп отырып, шай ішсек айыбы жоқ шығар». Жайна да мұны айып көрмеді. Күн демалыс еді. Әрі өзінің інісінде адам. Қазақтың баласы, онда не тұр деп келісті. Бұрыннан танитын адамдар болғандықтан үнсіз отырмады. Жөндеу жұмысындағы жаңа сән, түстердің үйлесімі, үйдің жобасын өзгертіп, қайта жабдықтау кезінде жасалатын инженерлік жұмыстар туралы айтты. Бірте-бірте шай да тәттірек бола түсті. Шай үстінде әңгіме арасында жігіт, «Менің бұл жұмысты бастағаныма көп бола қойған жоқ. Клиенттер көп емес. Енді сіздің тағы да жаңа пәтер алып жөндеу жұмысын жасауыңызды тілеп жүретін болдық» деді. «Рахмет» деп ризашылықпен күлді әйел. Сөз арасында келешекте тағы бір пәтерге қол жеткізсем деген жоспарын жасырмады. Олар ұзағырақ отырды. Мәселенің бір ғана жағын қанағат қылып отыра алмайтын пысық жігіт осы байланыстың үзіліп қалмауын ойлады. Осы күннен ақ таныстықтың артынан туатын қызыл-жасыл қызықты жалғастырмаққа ниеттенген. Келесіде тағы да жақсы кафеге шақырып, әйелге үлкен гүл шоғын сыйлады. Қанша дегенмен өмірден көрген түйгені бар әйел адам әлденеден сезік алып келмей қалама деп күдік ойлаған. Жоқ, ол келді. Жігіт оның жүзіне, пәтеріне жөндеу жасатқан кездегіден де жұмсарып, ашылып, сұлулана түскенін аңғарды. Олар осылай кездесе берді. Кездескен сайын Жайна өзі жас, өзі көрікті, мінезі байыпты жігіттің ықыласына балқып масайрай түсті. Жоқшылықпен өскен жігіттің бала шақтан бергі арманы ертегідей алтын сарайда тұру болатын. Бірақ олигархтың ұлы болып туу маңдайына жазылмағанына Алик кінәлі емес еді. Өзінің түр десе түрі, бой десе бойы бар. Ақылы да артық, білімі де бір басына жетерлік алтын айдарлы ұлға пара-пар екенін білгендіктен де қиналып өмір сүргісі келмейтін. Ол өмірдің рахаты дегеннің көзге бір көрініп жоғалар жазғы сағым секілді екенін ерте түсінген жігіт болатын. Ес білгелі әйел затының ықыласына шомылып, 28 жасына дейін қыз біткеннің талдырмашында, толығында, уыздай аппағында, қараторы сұлуында көріп, сезімге мас болғанымен, мәселе үйленуге тірелгенде тайқып кететін. Құшаққа ыңғайлы жас қыздар қаншама жерден тәуір болғанымен, көңіл суысының қандыра жүріп, ыңғайы келгенде жалт беруші еді. Өйткені оған тірліктің қамытын киіп, семе асырау міндеті ұнамайтын. Жоқ, оның көксегені басқа еді. Сөйтіп, қызметте жүріп, кексе татқан әйелді көргенде, су келгенде қайығын төсеуге машықтанған әдіспен жоспар құрған. Өзінің жастық жігерімен, ыстық құшағымен, жасы үлкен әйелдің ес ақылын алып, құшағына олжа түсерін, алтын сарай болмаса да, Астананың ең ыңғайлы жерінде орналасқан 3 бөлмелі пәтерінде тұруға болатынын сезген. Әйтеуір күміс бұлаққа жуынбаса да, ақшалы әйелмен бірге шетелге шығып, теңіз кешіп келе алатын шамалаған. Жігіттің тәтті сөзіне елтіп, жасықтың желігі билеген құмарлығына төтеп бере алмаған әйел мұны сезбеді. Жігіттің үйлену туралы ұсынысын қабыл алды. Осыдан 2 жыл бұрын өзі жөндеу жұмысын жасаған, әрлеп берген пәтерде Аликке өзінікіндей болып жылы-шырай көрінді. Мен осы кезге дейін жалғыз болсам да, ол күндер үшін өкінбеймін. Өмір менің күте алатынымды біліп, соның өтеуіне маған сені жіберді, деді ол алғашқы түні. Алик оның сөзіне таң қалды. Әйел адамның жасы 47-ге келсе де, 18-дегі қыз сияқты сөйлегені біртүрлі
күлкілі сияқты көрінгенімен бір нәрсені аңғарды. Түйсігі алдамапты. Әйелдің жасы 47-ге шықса да, бойындағы қызуы тарамаған. Асылы сарқылмаған екен. Сіз біздің бөлімшеге келіп кетуіңіз керек, деп хабарласты тергеуші. Жайнаның жүрегі тоқтап қала жаздады. Не айтпақшы? Не жағдай болды? Шынымен Алекке бірдеңе болған-ау? Дегбірі қалмады. Бұл кісі сіздің күйеуіңіз бе? Иә, оған бірдеңе болды ма? Аман ба екен өзі? Уайымдамаңыз, аман сау. Үйленгендеріңізге қанша уақыт болды? 2 жылдан асты. Заңды некедесіз бе? Жоқ. Сіздің күйеуіңізге қатысты мәліметтерді тексеріп, анықтап жатырмыз. Ол азаматтың үстінен бірнеше арыз түскен. Ол бірнеше әйелден ақша алып, қайтармай кеткен. Мәлім болғаны, ол бірнеше рет ақшалы әйелдерге үйленген, бірақ заңды некеге отырмаған. Қазіргі уақытта ол алаяқты жасаған үшін іздестіріліп жатыр. Үйге қалай жеткені Жайнаның есінде жоқ. Полицияның сөзін құлағы естігенімен көңілі сезбегендей, мең-зең күйдеді. Біраз уақыт сүлесоқ отырғаннан кейін есіне әлдене түскендей жатын бөлмедегі көзден таса сейфке жетіп барды. Сейф мұқият кілттенген. Сонда да көңілі бір жола байыз тапсын деп, әрі өзінің торыққан көңілін алдартпақ болып, сейфтің құпия кодын басты. Зың етіп ашылған кезде оның бос тұрғанын көрді. Жақын арада жаңа пәтердің құрылысына саламын деп жинап жүрген ақшасының орнында бір жапырақ қағаз жатыр екен. Жаным, сен маған сендің, сүйдің. Мен бірақ басқа біреуді ұнаттым. Осы жолы шынымен ғашық болдым. Ал ол әйел маған пәтерім болмаса күйеуге шықпаймын деп талап қойды. Түсінші, мен әйтеуір біреуді бақытты етуім керек қой деп осылай істедім. Жайна отыра кетті. Жылауға да шамасы жоқ еді. Сейфті бір ашып, бір жапты. Бұдан гөрі бай тастап кеткен әйелдің жағдайы тәуір болар. Ал бұны тек тастап кете салған жоқ. Сеніміне кіріп, ел жиретіп, еліттіріп жүріп-ақ тонап кетті. О баста қызық көксейін деп емес, бақытты болсам, кәдімгі әйел болсам деген еді. Бақыт аңсаған көңілімен сенген. Өзіңнің балаңдай жігітке қалай шықпассың деген құрбыларында маңынан алыстатқан. Артық қызық іздемеген, бір тоға ғұмыр кешіп келген басы, жасы 50-ге таяғанда аяқ астынан не түлен түрт екен дегенді ойлағанда ішін күйік шалды. Ол Алекті сотқа бергісі келмейтінін түсінді. Не деп береді? Оның астындағы көлікті туған күніңе деп өзі сыйлаған. Көлік соның атында. Сейфтегі ақша туралы, алдағы жоспары туралы айтқанда өзі. Мейрамханаға барғанда есептесетін кезде күйеуінің аяқ астынан әлдекіммен сөйлесіп сыртқа шығып кететінін де, көлік оңдатамын деп бірнеше рет ақша сұрап алғанына да мән бермепті. Альфонс екен ғой. Кеткен дүниенің бәрі жанымның садақасы десе де, кеудесінде ит өлгендей болды. Пәтері де иесі сияқтанып, құлазып көрінді.